Құрметті достар, бүгін тағы да сіздердің сұрақтарыңызға қатысты келесі айдарымызды бастаймыз. Қандай адамдармен дос болуым керек, ондай досты қайдан табамын деген тағы да сұрақ туындаған екен. Қысқа нұсқа осы туралы айта кетейін. Жалпы мен алғаш өзгеріп бастаған кезде мені осындай достар қызықтырған, іздегенмін. Бірақ өкінішке орай ешкім өзгеруге қарай ұмтылысы жоқ. Менің ортамнан ондай адамдар шыққан жоқ. Сондықтан мен ең бірінші кітаптармен дос болдым, кітаптың авторларымен дос болдым. Яғни өзім оқитын кітаптардың барлығының авторларының өмірбаяндарын зерттедім, соларды оқыдым, қалай істеді, не істеді, қандай да бір сұрақ туындаса кез келгеннің кітабының ортасын ашып қаламын да сол беттен өзіме қажетті жауап таптым. Тура солай қазіргі таңда біздерде, Аллаға шүкір, қазақ тілді аудитория осылай өзгеру, жаңағы өсу, қандай да бір жетістікке жету деген мақсатпенен үлкен қарқында алдыға жылжып келе жатырмыз. Әлеуметтік желіде өздеріңізге сондай дос табуларыңызға болады. Сонымен қатар тағы айтқым келеді, біздің 3 айлық онлайн сабаққа қатыссаңыздар, ол жерде де тек қана білім іздеген адам, жаңағы аяқ жақта қалып баратқанды жетектеп кететін адам, я болмаса сүрінгенді қолынан сүйреп тұрғызатын, бір-бірін тек қана алдыға жетелейтін достар табасыздар. Себебі сіз өзіңізді жетістікке жеткен адамдарменен, яғни жетістікке ұмтылған адамдармен қоршайтын болсаңыз, сіздің де жетістікке жетуіңіз анағұрлым тезірек болады. Сондықтан қай жерде білім алдыңыз, қай жерде ізденіп жатсыз, қандай тренингке барыңыз, сол ортадан ең бірінші өзіңізге ойы мен сөзі бір жерден шығатын жақсы дос табуға тырысыңыздар. Тағы да қайталап айтамын, біз айналамызды қандай адамдармен қоршаймыз, қаласақ та қаламасақ та сол адамдарға ұқсап кетеміз. Ойын құмар адам қарап отырсаңыз, өзі ойын құмар адам тауып алады. Әнші өзі әнші, яғни шығармашылық адамдар өздері бір-бірін тауып алады, жандарын түсінеді. Тура сол сияқты үйде отырған әйелдерде өздері достарымызды кінәлаудың қажеті жоқ. Мен кіммін? Менің төңірегімде сондай адамдарды жинап алады екен. Сол себепті кіммен доссыз, қандай адамдармен араласудасыз, сол адамдарға қарап өзіңізді көре біліңіз. Және сондай болғыңыз келе ме? Және кімге ұқсағыңыз келеді? Осы сұрақтарға терең жауап беріп, бүгіннен бастап анықтаңыз, кімдермен араласасыз, кімге ұқсағыңыз келеді, кімді үлгі тұтасыз, өзіңізге кәдімгі бір тұлғаларды таңдап алып, сол адамдардың өмірін зерттеген, сол адамдардың еңбек жолын зерттеген, бұл сізге өте жетістікке жетер кездегі көмегі зор. Қоршаған ортаны дәл қазірден бастап дұрыс таңдайық, досты дұрыс таңдайық. Ал енді өзім өзгергеннен кейін менің бұрынғы достарым да маған қарап ұмтылатын болады. Ол кезде мен үшін олармен араласу түкке қиындық соқпайды. Себебі мен қабылдамау керек дүниелерді қабылдамаймын, айтпау керек нәрселерді айтпаймын. Мен жетістікке жеткен адамдар сияқты, мен жеңімпаз, өзін жеңген жеңімпаз адам сияқты өзіме қажеттін айтамын, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себепті біздің кіммен дос болатынымыз өте маңызды екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Енді қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біздің экранда көрсетілген әлеуметтік желілерге хабарласыңыздар. Және де бұл тақырыптарды толығырақ білгілеріңіз келсе, толық жаңағыдай өзіңізді жеңіп, жаңа орта тапқыңыз кеп, және осы жердегі сұрақтардың бәріне жауап беріп жатқандай, сол сұрақтың төңірегінде, көкейіңіздегі жүрген сұрақтардың төңірегінде терең ақпарат алып, түбегейлі санаңызды өзгерткіңіз келсе, біздің 3 айлық онлайн сабақтарымызға қатысыңыздар. 3 айлық онлайн сабақта сіз міндетті түрде өзгеретін боласыз, және де ол туралы толық ақпаратты экранда көрсетілген нөмірлерге және әлеуметтік желідегі парақшаларға хабарласу арқылы біле аласыздар. Сіздермен болған мен, Камшат, сау болыңыздар.